Армағайын эфирде сара сөз. Бүгінгі қонағымыз Асылдың сынығы Иманжүсіп Құтпанұлының немересі, философия ғылымдарының докторы, профессор. Әбіш Кекілбаевша айтсақ, Иманжүсіптің жоқтаушысы Раушан Нұрханқызы Иманжүсіп. Қош келдіңіз Ертіс-Баян өңіріне, Раушан апай. Сәлеметсіз. Енді мынау Иманжүсіп Құтпанұлы қазаққа ортақ ұлт тұлғасы ғой. Тұрсынбек Кәкішев ағамыз айтқандай, кезінде бағы жанбаған, өзіңіздің арқаңызда міне ширек ғасыр уақыт болды. Осы атаңызды зерттеп келесіз, насихаттап келесіз, соның арқасында бағы жанып, міне қазір түрлі шаралар өткізіліп, аты аталып жатыр. Бұл үлкен қуаныш деп ойлаймын. Бұл тек қана өзіңіздің атаңыз үшін ғана емес, жалпы ұлт үшін жасап жүрген үлкен шаруаңыз деп ойлаймын. Сол үшін сізге Кереку жұртының атынан алғыс білдіргім келеді, рахметімді айтқым келеді. Кейінгі 2 жыл осы Иманжүсіп тану ісінде қандай жаңалықтар болып жатыр? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Рахмет. Мына біздің ең бірінші бір нәрседен бастайын. Мына мемлекетімізде репрессияға ұшыраған, репрессия туралы заң бар. 2003 жылдан бастап келатқан. Бірақ бір нәрсе, репрессияға ұшыраған жандар туралы заң жоқ. Барлық мемлекеттерде бар, тек қана бізде жоқ, Қазақстанда. Сонымен мына біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ең бірінші келгеннен кейін бірден мына репрессияға ұшырағандар туралы заң шығарайық деп сөйтіп бір қолдау жасады да. Сондықтан қазір сондай бір үлкен жұмыс жасап жатыр, ол үлкен жаңалық біз үшін. Сондықтан мынандай бір статус шығайын деп отыр. Мына ұлт қаһармандары деген, ұлт қаһарманы. Егерде осы заң шықса, онда ұлт қаһарманы деген, тек қана ұлт қаһарманы деген статус болады. Ұлт қаһарманы деген бұл үлкен атақ. Сондықтан олардың, мысалы, Иманжүсіптің өлеңдері бұл ұлт кәдімгі қазынаға айналады. Енді оны да күтіп отырмыз. Енді кішкене ғана, сәл ғана уақыт қалды. Ол заңды шығар, ол да сол Иманжүсіп қазіргі кезде біз айтамыз ғой. Сері, сал, ақын, композитор, әнші деп. Енді ең бірінші жолдарда біз ұлт қаһарманы Иманжүсіп Құтпанұлы деп атын қоямыз. Соған енді мен соны үлкен үмітпен күтіп отырмын. Соңғы 2 жылдың ішінде бір керемет сондай оқиғалар болды. Бір кезде маған бір кісі телефон шалып, мен сізбен бір кездескім келіп еді деді. Содан кейін жарайды, келіңіз дедім. Сөйтсе, ол былай айтады. 30-шы жылдары үлкен ашаршылық болғанда біздің ауылға бір 4 әйел келді. Әбден шаршаған, әбден тозған, әрең дегенде жүр, әйтеуір тек қана сүлдесі ғана қалып. Айтты дейді ауыл ақсақалдарына: бізден еш нәрсе сұрамаңыз. Біз сіздерге тек қана 2 сөзді айтамыз. Біз Иманжүсіп ауылынанбыз депті. Сөйтсе, сол Иманжүсіп ауылынан біз дегенді естіп, жұрттың бәрі жиналып, тамақ беріп, әрқайсысын әйелді бір ошаққа кіргізіп алып, сөйтіп, ана Фатима деген қыз, әйел, мына Малғаждар деген кісінің, ол Малғаждар маған келгенде, ол 85-те тұғын. Соның анасы екен. Бірақ өкінішке орай ерте қайтыс болды да, сол Малғаждар аға айтады: мен сұрамаппын, қайдан, кім, қай жақта, Иманжүсіпке кім боласың дегенде, ондай сұрақтарды қоюға да уақытты болған жоқ, бір жағынан мүмкіндік те болған жоқ. Енді қазір анам да кетті, өзім де ерте қартайдым. Енді білгім келеді, нағашыларым кім, Иманжүсіп деген кім, қай жерде тұрды. Сол Иманжүсіптің ауылына барып көргім келеді, менің нағашыларым қандай. Өйткені бүкіл адамдар нағашыларымен мақтанады. Мен мақтанай алмаймын, өйткені мен біреуінді көрген жоқпын, білген жоқпын деп. Сосын сол күні біз екеуміз Иманжүсіптің ауылына барып, сол жерде Иманжүсіптің салынып атқан мұражайын көрсетіп, Иманжүсіптің атындағы мектепті көрсетіп, ауылдағы адамдарды көрсетіп, сөйтіп, ана қорым бар еді, ол қорымға біз жете алмадық, бірақ соған риза болып, мәз болып, енді мен ауылға барғаннан кейін айтамын, менің нағашыларым бар, олар келеді мені іздеп, деп, сөйтіп маған сәлемдеме беріп, мына бүкіл қандай қыпшақ болса да, бәрі менің ауылыма келсін, бәрін күтемін, бәрін менің нағашыларым деп,
мына ауылдың адамдарына бәріне таныстырамын. Мен енді ең бақытты адамын деп, сөйтіп сондай бір керемет тамаша сол толғанып, сөйтіп кетіп еді. Бір аптадан кейін қайтыс болды ол кісі. Біз ана жиналып, мына жерде барамыз ба деп. Бірақ сонда да бір керемет уақиға ғой. Мына нағашысын тауып, Иманжүсіпті аңсап жүріп, ақыры тауып, ақыры елді іздеп, нағашысын іздеп дегенде. Сондай бір маған былай жүрегіме өте қатты тиді да, керемет әлі күнге дейін сол көз алдымда, сол Малғаждараға әруағы риза болсын. Керемет нәрселер. Енді қазіргі шынымен ақ кезде мына бір-бірін іздейтін, аталарын іздейтін, мысалы менің өзімнің әкем өмір бойы әкесін іздеген ғой. Әкесін іздегенде ана балалар үйінде болғанда алар айтқан ғой, ертең тәтең келіп сені алып кетеді мына жерден деп. Сөйтіп күткен ғой, әкесі келеді деп. Бірақ әкесі келмейтін жеткен, көзі жеткенде енді әкесінің жатқан жерін іздеді ғой. Қай жерге барса да сол жерде хат жазады. Менің әкемнің жатқан жері қайсы деп. Сол 92 жылда әкесінің жатқан жері. Әкесінің қай жақта атылғанын, қалай болғанын, соның бәрін хат алады да, содан кейін маған хатын беріп, осы саған аманат, менің әкемнің жатқан жерін тауып бер дейді. Сонда өмір бойы бірақ қана арман, бірақ қана сол сағыну, бірақ қана ой, әкемнің әкесінің жатқан жері. Мен де қазір ойлаймын, егерде мен өзім әкемнің жатқан жерін білмесем, ол өмірім қандай болатын еді? Бұл қиын жағдай ғой. Бұл әкесінің, аталарының жатқан жерін көріп, оларды ардақтап, оларды мадақтап, оларға Құран оқып, оларға барып, ең болмаса алдына тәу етіп, сөйтпесе сондай мүмкіндікті алып қойса зорлап дегенде үлкен зардап қой, үлкен қасірет қой. Сондықтан енді былтыр, мысалы, біз әр жыл сайын экспедицияға шығамыз. Сол былтыр мен көптен бері ойлап жүрген Иманжүсіп мына патша үкіметінің кезінде 4 жыл Шығыс Қазақстанда айдауда болды. Сол Таргинский уезд деген, сол жаққа бір арманым еді, барып көрсем бекен. Енді ол жақта білем ғой, ешкім жоқ, бірақ сонда да бір архивтік материал тапсам бекен. Ол жақта ел аузындағы әңгіме. Ел аузындағы әңгімелер ма, жалпы сол ауылды көрсем екен, ана көлі қандай, өзені қандай, шөптері қандай, қай жерде тұрды екен деп. Өйткені айдауға Иманжүсіп жалғыз өз барған жоқ қой. Ол әкесін, ағалары еріп барды, әйелі еріп барды. Сонда бір қызық нәрсе болды. Осыдан 20 жыл бұрын бір тойда отырып, менің туған туысқандарым сол жерден қыз алғанда, сөйтсе бір үлкен кісі шығып айтты: «Әй, сендер Иманжүсіптің ұрпақтары деп отыр ғой. Мен ендеше Иманжүсіптің қызымын» деп, жұрттың бәрі ақ деп қарап, қалай қыз? Енді ол уақытта той болды, тойдың кезі, оған қарап атқан ешкім жоқ, елеп атқан ешкім жоқ, әлі ақталмаған кезі. Сонымен әрекетті, бірақ маған айтты: осындай үлкен кісі, мен Иманжүсіптің қызы боламын, елге сәлем айтыңдар деп. Сосын енді мен де ойластырып, ана Иманжүсіп екінші әйелі Батимамен кеткен ғой сол жақта. Мүмкін Батимадан туған шығар сол қыз деп ойлаймын да. Сол жерде қалған шығар, қалып кетті ме екен, или тұрмысқа шығып қалып кетті ме екен. Енді қыздардың жөні бір басқа ғой. Сондай. Бірақ оның ізін мен таппадым. Табылмады. Оны табылмадым. Таппадым, атын да, жөнін де, әйтеуір әрі-бері. Бірақ ол кісінің ұрпақтарын таптым. Ұрпақтар, немерелер, шөберелер осы Алматыда тұрады екен. Жартысы сол жақта тұрады екен. Солармен қауышып, солармен сөз бөлісіп. Ол кісінің өзі сонда қайтыс болып кеткен ба? Ол қашан қайтыс болды? Ол 20 жыл бұрын ол өзі сол уақытта үлкен кісі болған. Енді қария болған, оны қайтыс болған ғой. Атын да, затын да сұрап, бәрін де біліп, енді қазір мен сол кітапқа қосып атырмын да, сол Иманжүсіптің қызы болған. Енді тағы да бір керемет сондай бір кездесулер. Мысалы, Иманжүсіп мына Шығыс Қазақстанда 4 жыл болып, ана айдау мерзімі біткеннен кейін
енді үйге қайтамын дейді ғой Ақмолаға. Сөйтсе оған айтыпты басшылар, жоқ, қай жаққа барсаң да бар, бірақ Ақмола облысына төңіріне сен келе алмайсың депті. Сосын ол ойланып ар жағы Ақсуға барыпты. Сол Ақсуға барып, сол жерде 2 жыл тұрып, одан кейін Ақмоланың болыстар, старшиналар хат жазады екен. Құтпан әулетін қайтадан шақырамыз, келсін, енді біз күтеміз, жерлері, дүниелері бәрі сақталған, осында бізбен бірге тұрсын, енді түзелген шығар, дұрыс болған шығар деп сөйтіп өтініш жазады, сөйтіп Құтпан әулеті келеді қайтадан. Ал 1913 жылы сыр бойына бір топ қыпшақтар келеді. Иманжүсіпті шақыра келеді. Сонда Мансұр Бекежанов, атақты Нартай Бекежановтың ағасы ғой, сол дастан жазады. Иманжүсіптің өмірбаянын. Сонда былай болады екен, Иманжүсіптің 2 атасы болған. Біреуі асыраған атасы, біреуі ата жұрты. Сонда ата жұртынан келіп отқан адамдар ғой. Тұрғанбай датқа. Қоқандықтардың кезінде Мансат болған, датқа болған, одан кейін қоқандықтар оны өлтірген, қол жинап қарсы шыққан үшін. Одан кейін анау айдалада жатқан баланы Дайрабай Батыр деген Ерейментаулық алып алып, көріп, бала қылып. Құтпан деп ат қойып. Құтпан деп ат қойып, Құтпан Дайрабаев деп, сол архивтік материалдарда сол әлі күнге дейін сол. Одан кейін әкесі екеуі Кенесарының жасағына кіреді. Сөйтіп бірінші шайқаста әкесі мерт болады, ал Құтпан 10 жыл бойы Кенесарының қасында жүреді. Одан кейін Кенесарыда жоқ болғаннан кейін қашып жүріп, осында Ертістің бойына келеді, бір байға жалданып, сөйтіп жұмыс істеп, одан кейін үйленіп, одан кейін бай болып, үлкен мал жинап, бәрін сөйтіп, мына жерде жергілікті байлар енді қыса бастайды. Бұл қайдан келген кірме? Бұның тағдыры қандай? Неге бізге келді? Қайдан келді дегенде. Сөйтіп, осындайды байқаған Құтпан хат жазып, Ақмола облысының аға болысына, сөйтіп сол жаққа көшіп кетеді. Енді осы, ал ол уақытта Иманжүсіп осында туған, бірақ 2 жасында көшіп кеткен. Бірақ сонда да енді Ақсу ауданы, Алтыбай деген жер, енді жайлау. Сол жерде туған жері Иманжүсіптің. Енді сол Иманжүсіп 1865 жылы осы жерден енді семьясымен Құтпан бәрін алып кетіп, сол жақта тұрады. Одан кейін сол 13-ші жылы айттым ғой, шиеліктер қайтадан шақырып, ол сол жаққа барады, сол жақта тұрады. 28-ші жылы Иманжүсіп коллективизация басталады, қызылдар қысым жасай бастайды, содан кейін ол бір түнде кетеді. Кеткенде бұның мақсаты жер ауып, ар жағы шекарадан арғы Ауғанстанға кету. Бірақ ол мақсаты орындалмайды, өйткені қызылдар бүкіл Сарысу бойынан пикеттерді қойып, атып отырған. Кім көрінсе ата бергенде, сөйтіп енді көзі жетті, ана жақтан өте алмайтынын, содан кейін малын, сәйгүліктерін, бәрін Құмөзек деген ауылының сол тұрғындарына береді, өзі қол жинап, қару ұстап, қызылдарға қарсы шығады. Атақты Мойынқұм көтерілісіне қатысады, сол жерде ұсталады. 31-ші жылы, кеше ғана 2 март ылғида біз оны атап өтеміз, Иманжүсіптің атылған күні. Сол Таразда әлі күнге дейін. Таразда сол көпшілікпен бірге жерленген екен, иә? Көпшілікпен бірге көміліп тасталған. Енді менің бір білгім келетін дүние, ол кісіні кейін енді ол жерге, сол кісінің жатқан жері екенін біледі, ескерткіш бір кесене салып осы жерде деген ондай дүние болды ма? Қазір биыл енді сол қолға алып жатыр. Ең бірінші біз кішкентай бір белгіні қойғанбыз. Енді биыл енді Таразда үлкен шара өтеді. Оған жоспарланып отыр. Үлкен сол тас қойып, одан кейін қоршап, сөйтіп енді қасиетті жер деп сөйтіп қояйын деп жатыр таразылықтар. Үлкен жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Ал былайша 2012 жылы біз сол жатқан жерінен топырақ алып, Ақмолаға апарып, сол жерде символикалық түрде жерлегеміз. Енді топырағын сол жаққа апарып, енді Иманжүсіп осында жерленген, әкесімен, шешесімен бірге жатыр деп, сондай бір түсінікпен әулеттік қорымға, иә? Әулеттік қорым, ол кәдімгідей
Құтпан әулетінің қорымы. Ағалар Шонай ағасы болды, иә? Шоңай, Ақшабай. Барлығы сол бір жерде жерленген ба? Бәрі бір жерде. Әкесі Ал жары бірінші жары Зейнеп те сол жерде ме? Бірінші жары Зейнеп жоқ, ол мына Қызылордада. Вообще 6 әйелі болған, 6-ауы да бала үстінде кеткен. Зейнеп те, Әсемгүл де, мысалы менің туған әжем 4 бала туып, 5-ші баланың үстінде кетіп қалған. Енді балалары ірі болған ба, Иманжүсіп сияқты. Кім біледі, әйтеуір 6 әйелі, 6-ауы да сөйтіп кеткен баласы. Батима да солай болған ба? Батима да. Мүмкін Батиманың енді Батима бірге жер айдағанда Батима бірге барады ғой, жер айдағанда. Бірге барады ғой. Сол жерде Шығыс Қазақстанда болады ғой. Бірақ ол қайтыс болды ма екен? Ол, в общем, ізі жоқ. Тағдыр белгісіз. Тағдыр белгісіз. Ақсуда уже Батимасыз келген ол. Ақсуға. Значит, сол мүмкін қысқа шыдай алмай, әлде бір ауру болды ма екен, әлде бір бала үстінде қайтыс болды ма екен, оны ешқандай мәліметтер жоқ. Ешкім де оны білмейді. Тек қана жаңағы үлкен кісі мен Иманжүсіптің қызымын дегенде, сол ғана. Аты оның Махфуза. Иманжүсіп өзі бір рет репрессияға ұшыраған. Одан кейін оған қоймай, тағы да оның әндері де репрессияға ұшыраған ғой. Енді қазіргі кезде осы уақытқа дейін екі қана Иманжүсіптің әнін айтады, басқа әндерін білмейді. Енді бір үлкен бір сондай қозғалыс болып жатыр. Бір 30 шақты Иманжүсіптің өлеңдері табылды, мен таптым. Оның бәрін зерттеп, оның бәрін шығарып, енді қазір әншілерге беріп, осы жақын арада өткен Қызылордада айтпақшы, Павлодардың да бір әншісі келді, жас қыз, керемет, Салтанат деген. Сол да Иманжүсіптің әнін айтып, керемет жұрттың бәрін тамсандырып, енді керемет фестиваль болды бір. Жас әншілер, керемет күміс көмей, жақсы, сондай бір, бұлардың үлкен әншілерге қарағанда, бұлардың рухы кәдімгі қайнап, керемет Иманжүсіптің әндерін айту деген өте қиын жағдай ғой. Мысалы, Затаевичтің өзі айтып кеткен ғой. Ол кәдімгі ария спетті деп. Мысалы, Сармойын, жапалақ жарбаңдайды жар басында. Немене жоқтың күні барғасында. Дос болып қас қылғаннан сақтаудай. Қасқыр да қас қылмайды жолдасына. Қандай керемет. Иманжүсіптің ел қайда деген әні табылды, өзіңіз тауып алған ән ғой бұл да. Затаевичтің кітабында бар екен. Сосын Затаевич айтады, бір Қостанайдан келген екі қыз маған келіп айтып берді деп. Бірақ Затаевич қазақ тілін білмейді ғой. Сондықтан тек қана нотасын қойған. Сосын мен ойландым да айттым, мен Қостанайға барайын да, ана екі қыздың ұрпақтарын іздейін. Енді олар бірдеме білетін шығар, олардан бірдеме қалған шығар. Барып әрі-бері іздедім, таба алмадым. Екінші күні мені жай әшейін бір үлкен кісі бір тойына шақырды. Бір көрші ауылға. Барсам, бір кәдімгідей 10 шақты үлкен кісілер, қариялар жиналып қалыпты. Сосын мен ойладым, осылар біледі-ау деген бірдемені деп. Енді білсе біледі, білмесе. Ағалар, сендер осы Иманжүсіптің ел қайда деген әнін білесіңдер ме десе, білгенде қалай? Біз ылғиды айтамыз оны, күнәр айтамыз, күнді айтамыз деп. Ал айтып берді сізге. Айтып берді. Аң-таңмын, Құдай ай, мына елдің іші. Көрдіңіз бе қандай? Ел деген қандай керемет нәрсе? Қазына. Оның ішіне мынандай әндер. Одан кейін бірақ қана куплет екен. Басқа жоқ екен, олар білмейді. Содан кейін мен Астанаға барып, Серік Тұрғынбековке, ол кәдімгі атақты ақын, өзі Иманжүсіпте сешкен асын жерге қояды. Секе, міне бір куплеті бар, енді осыған қарап, кішкене тақырыпты созып, ашып, екінші куплет, үшінші куплет жазшы деп, сөйтіп жазып берді ол кісі. Бәрі ел қайда, есіл қайда, нұра қайда. Иманжүсіптің бір әндерінің бір ерекшелігі міндетті түрде жердің атауы. Осы жақын арада бір қызық нәрсе болды. Мына Қарағанды облысында Асакаровка аудан бар ғой, соны Сарыбел деді. Енді дәлел қайда? Дәлел жоқ. Тек қана Иманжүсіптің әні. Абылай Аспас, Сарқан, Сарыбел. Бітті. Бәрі жазып атыр. Фейсбукта ма, басқа жақта ма, газеттерде ма. Иманжүсіп сөйтіп айтып еді. Иманжүсіп, сонда Иманжүсіптің әндерінің қасиеті қандай? Жердің атын сақтап қою. Сақтап қалу. Сарыбел. Ботақара. Иманжүсіптің сөздері Нияз, Қарагөл.
соның бәрін кәдімгі бір аюлы не Иманжүсіптің мына бір жолында, әннің бір жолында 4 жердің атаулары бар. Қандай керемет. сол арқылы бүгінгі күнге жердің атауы бізге сақталып отыр. Айтпақшы, Сарыарқа деген әнін Иманжүсіптің біздің өңірдің әншісі Әсел Ботаева орындайды. Бұл әнді де оған тауып беріп орындауға кеңес берген сіз екенсіз, иә? Амина Нұғманова сол 70-ші жылдары Қытайдан келіп айтам дейді, ойлайым дейді, қарайым дейді, ешкім айтпайды Иманжүсіптің әндерін. А бізде қай той болса, ең бірінші Иманжүсіптің әні айтылатын еді. Көне қазақтармен кеткен ән ғой сол кезінде Қытайға, иә? Сол жерге сол бой кетіп, сол бой ұмытып кеткен. Ол қазақтар оны ұмытпаған. Сақтап қалған. Соны бір тойға барсам, ән айт деді, сосын сол әнді айттым дейді Сарыарқаны. Сөйтсем маған Әлкей Марғұлан мен Сәбит Мұқанов жүгіріп келіп, құшақтап батыр, сүйіп батыр, айналайын-ау. Бұл Иманжүсіптің әні ғой. Сен қайдан білесің бұны деп. Сосын мен айттым, білмеймін, кішкентай кезімнен осы ағам Ғазиз елді, туған жерді сағынғанда осылай көз сіліп жатып алады, жылап тұрып осыны айтатын. Мен сосын үйреніп алдым деп. Ертеңіне тағы да есік соғылды. Сөйтсем екеуі Әлкей Марғұлан мен Сәбит Мұқанов. Ойбай, жүрді, радиоға барып, записке қалдырамыз. Иманжүсіптің әні осылай Амина Бапинаның арқасында келді бізге. Бірінші фортепианоның сүйемелдеуімен, одан кейін симфонический оркестрмен, кеше домбырамен айтты. Зейін Ақышевтың «Шынардың шыбығы» атты Иманжүсіпке арналған романын оқып өстік қой, енді ол 1987 жылы жарық көрді, қателеспесем. Бұл кітап енді сол кездегі кеңестік саясаттың кесірінен көп жері қиылып, үзіліп, өз сондай тағдыры ауыр болып басылып шықты. Дегенмен де Иманжүсіп жайлы алғашқы дерек, Иманжүсіп жайлы алғашқы толымды туынды осы шығарма болды. Ауыздан ауызға, қолдан қолға тарап, сондай бір елдің арасында сүйіспеншілікке бөленген туынды болды. Осы кітапты шығару барысында, жаңа айттым, біраз қиындықтарға ұрынған екен автор. Кейін осы Зейін Ақышевпен жүздесіп, ол кісінің осы кітапты жазу барысындағы оқиғалары жайлы әңгімелестіңіз бе? Және ол кісінің осы кітапқа кірмей қалған, айтылмай қалған дүниелері жайлы сізге айтып беді? Енді бұлай, бұл кітаптың тарихы мынандай болды. Зейін аға өзінің тірі кезінде ана кітапты редакциялап, сөйтіп қолжазба ретінде мына баспанаға алып келеді. Сөйтсе оған айтады, енді 90 баспаға енді алып келеді, бірақ оған айтады, бізде қазір ақша жоқ. Енді 90-шы жылдардың басы ғой, ақша жоқ, біз оны баса алмаймыз деп. Енді күтіңіз дейді. Ол сонда анау қолжазбаны тастап кетеді. Сосын Құдайдың бір күні мен келемді, қарайым, мынау Иманжүсіп деп жазылған папка жатыр. Баспада. Сосын Анес Сараев ол уақытта жазушы баспасының директоры, содан сұрадым, ол айтты, ол Зейін Ақышевтің редакциялап бізге әкелген кітабы, бірақ біз оны баса алмаймыз, ақша жоқ мүлдем деді. 5-6 жылдың аясында біз оны баса алмаймыз. Мен сосын айттым, маған беріңізші бұл кітапты деп. Кітапты ашып қарасам, ішінде алғы сөз бар екен автордың. Қалай романы Сергелденге түсті. Қалай оны басуға ешқандай рұқсат бермеді. Сөйтіп, қалай ауырғанын, қалай инфаркт алғанын, қалай больница ауруханада жатқан барлық тарихын бәрін айтып берді. Содан кейін мен алғы сөзге жазыпты. Алғы сөзде жазыпты. Содан кейін мен оны алдым да Роза деген қызына, Әбілмажын деген күйеу баласына апарып бердім. Мынау мүмкіндік болса, осыны шығарсаңыз, осындай мен жерде тауып алдым бұны деп. Сөйтіп, алғы сөзін түпнұсқасын өзіме алып қалдым да, копиясын соларға бердім. Бірақ олар кітапты шығарды да, бірақ бір ғана өкініштісі Зейін ағаның алғы сөзін баспапты. Неге? Сондықтан ешқандай
сондай мардымсыз болып шықты деп ойлаймын мен. Ана кітаптың Шынардың шыбығының тарихы осы, иә? Шынардың шыбығы осылай шығып отыр. Шынардың шыбығы, ол Иманжүсіп деп қойған, оған жоқ, менің 2 парт билетім жоқ, ол Шынардың шыбығы, Иманжүсіп деген атын алып таста, сен басқа ат қоямыз оған деп Шынардың шыбығы деп қойған ғой. Соған шыдай алмай, Зейтін аға кәдімгідей ауруханаға түсті ғой, 6 ай жатып сол жерде. Кәдімгі стресс алып, одан кейін шығып, енді қайтадан редакциялап, оны қысқартып, біресе былай, өзгертіп, сөйтіп жүрген кезде сол Шынардың шыбығы шықты. Одан кейін, енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін, 91 жылдан бастап, Зейтін аға алғанда, оны қайтадан редакциялаған. Редакциялағанда, сонда 2003 жылы ол шықты. Редакциялаған бойы. Бірақ, алғы сөзі жоқ. Сонымен ылғида мен бірақ алғы сөзі Зейтін ағаның өзінің қолы бар, бәрі бар. Біздің Иманжүсіптің қазір енді бір ашылайын, биыл осы ашылатын шығар, мұражайында сақталған. Өзінің кәдімгідей. Қай жерде мұражай? Астанада? Ол мұражай Астананың түбінде, бұрын Қарасу деген ауыл болған, сол жерде Иманжүсіп 50 жылдан астам тұрған. Семьясымен бәрімен. Ар жағы сосын қорым бар. Сол ауылда ашылмақшы. Сол ауылда, сол ауылдың ар жағында 4-5 километр. Абылай мына ауылдың ішінде Иманжүсіп атындағы мектеп бар. Сол мектептің ішінде бір 2 бөлмесі тура осылай. Соны мен қазір енді мұражай жасайын деп жатырмын. Біраз жәдігерлер бар, біраз мәліметтер бар, біраз деректі архивтік материалдар бәрін жинаған. 30 жыл бойы Иманжүсіптің жоқшысы болып. Мына айтпақшы, Иманжүсіптің жоқшысы деп маған ат қойған сол Әбіш аға ғой. Иманжүсіптің жоқшысы келе жа, ойбай кел деп ылғида қай жерде көрседі. Мен жалпы байқауым, мен мысалы Әбділда Тәжібаевтың көзін көрген адамын, Сафуан Шаймерденов, Герольд Бельгер, кім енді көп жазушылар, солар бәрі мені кәдімгі көрсе, Иманжүсіпті көргендей болып, солай ма, ой, Иманжүсіпке ұқсайды екен деп, Сәкен Жүнісов мысалы Алматыда көшеде келе жатып, мені көрсе бірден шырқырап, айқайлап, әнді айтып бастайды. Жұрттың бәрі қашып, бұдан мас па деп. Сөйтіп, мені көрсе бітті, Иманжүсіп ән айтады. Оның дауысы да керемет еді ғой. Одан кейін, мысалы, Мұзафар аға мені өте қатты сыйлайтын, өте қатты сондай бір жақсы көретін. Ылғида келгенде, үйіне келгенде, менің төрім сенікі деп айтатын. Сен жай адам емессің. Қазіргі мына жердегі ығай-сығайлар бәрі келеді, бірақ сен төрде отырасың. Өйткені сен Иманжүсіптің немересісің деп. Осындай адамдардан мен көрдім де талай. Иманжүсіп десе, кішкенасын жерге қойып, мысалы Әбділдаға мен оны қайтыс болардың алдында 2 апта бұрын көргем. Сонда кәдімгідей көзі көрмейді, құлағы естімейді, әшейін жатыр. Сосын қыз айтты, папа, сізге Иманжүсіптің немересі келді деп сөйтіп еді. Мен ол уақытта қол жинап жүрген. Назарбаевқа хат жазып, үлкен кісілер, кәдімгідей азаматтардың, біздің қазақ зиялы қауымның сол қолын жинап жүрген, сол Әбділда Тәжібаевтан алсам екен деп келгем ғой. Сөйтсе, осындай жағдаймен келіп тұр деді. Тұрғызыңдар, мен тұрғысыңдар деп кәдімгі елің ете қалып. Содан кейін мен жатқан адам ғой. Енді тұрғызып, әрең дегенде көзі де онша көрмейді, менің қолымнан ұстап, айналайын, бүгін ең бақытты күн. Мен Иманжүсіптің ұрпағын көріп отырмын ғой, естіп отырмын ғой дауысын деп. Содан кейін Зейф айтты, мына жерде қол қою керек. Папа, мен өзім қоя салайын, сіз енді көрмейсіз ғой оны деп. Жоқ, маған қаламсап бер, қай жаққа қоятымды көрсет, мен өзім қоям. Мынандай документ, бұл мынандай керемет сәт мен үшін үлкен сондай өмірдің сондай бақыты. Мен Иманжүсіпті тірілту үшін өз үлесімді қосам. Сосын айтты, айналайын қарағым, Астанаға барғаннан кейін қайтып келіп маған айтасың жаңалық деп. Астанадан келсем қайтыс болып кетті. Осындай жағдай болды. Ол жаңа ақтау үшін жиналған қол ма әлде не? Ақтау үшін емес, уже ақталған. Бірақ енді мына атын шығару үшін, увековечивание дейді орысша. Сөйтіп, одан кейін Сафуан Шаймерденовта жатып,
ауырып жатыр екен. Жоқ, Иманжүсіптің немересі келгесін, мен тұруым керек деп жағалап, ана қабырғалар бәрін жағалап, бүйтіп, сосын сүйеніп бүйтіп тұрды ғой. Мен жатпауым керек, Иманжүсіптің немересі келгесін, Иманжүсіптің әруағы риза болсын деп, ол да қолын қойды. Маған кітабын беріп жатыр әйтеуір бәрі. Ол да кейін сосын көз жұмды. Талай сондай асылдар өтті ғой. Талай. Әбіш аға да, Төлен аға қандай керемет. Ол да әлі күнге дейін өкініп жүр. Бір роман жазайын деп едім Иманжүсіп туралы. Бірақ мына жұмысыма қарай, ол ылғи да президенттің аппаратында жұмыс істеді ғой. Сол уақытым болмады. Сол қарыздармын мен Иманжүсіптің алдында деп сөйтіп талай айтатын. Енді Ғалым Жайлыбай, Серік Тұрғынбеков, қазіргі жас ақындар, Қасымхан Бегманов сынды сондай еді. Мысалы, жаңағы Музаға жас кезінде Иманжүсіпке арнап Қайсар деген поэма жазған екен. Ол вообще белгісіз факт. Білмейді. Одан кейін ол мен ең бірінші Музаға қатты ауырып қалды да, больницаға түсіп қалды, реанимация. Сосын мені шақыртты. Сосын мен келдім, не болды деп. Сөйтсе маған сол папканы берді, айналайын. Мынау мен жас кезімде Иманжүсіп туралы жазған нәрсем, дүнием, поэма. Оны Қайсар деп қойғаным, атын айта алмаймын ғой. Сондықтан Қайсар деп қойған, бірақ ол Иманжүсіптің әруағына арналған, Иманжүсіптің бейнесі сомдалған. Оны бір досыма көрсетіп ем, ол айтты, ой, это болмайды, онша мардымсыз, онша жақсы емес, оның ешқандай құндылығы жоқ, ешкімге көрсетпей-ақ қой деп сөйтіп айтқаннан кейін мен оны бір шкафқа тығып қойдым. Енді осындай жағдайға түскеннен кейін, ауруханаға түскеннен кейін ойладым, ана қағазды мен Раушанға берейін. Раушан оқысын, одан кейін өзі шешсін тағдырын деп. Сөйтіп маған беріп, сол әлі күнге дейін сол үйде жатыр, сол Музаға. Жарық көрген жоқ па? Жарық көрген жоқ па? Жарық көрген жоқ, бірақ мен ойлаймын, енді осы биыл қосатын шығарамыз, или бөлек кітап шығарамыз ба, әлде Иманжүсіптің юбилейіне ме, әлде Музағаның мерейтойына ма, әйтеуір бір шығады. Жарыққа шығару керек. Енді тағы да бір қызық жайт, оны айтпауға болмайды. Мына Жұмабай Орманбаев деген болған. Мына Сәкен Сейфуллиннің шәкірті, Қызылордада бірге жұмыс істеген, бірге болған, кәдімгідей оның. Сол 1927 жылы Қазан көтерілісінің 10 жылдығы болды. Соған Сәкен Сейфуллин Иманжүсіпті шақырады. Иманжүсіп ол уақытта Шиеліде, Қызылорда облысында. Сөйтіп жарты жолға шығып, Иманжүсіпті күтіп, сөйтіп Қызылордаға барып, сол жерде Иманжүсіптің аты бірінші бәйге алып, содан кейін олар Телекөлге кетеді, аңға. Сәкен, Жұмабай, Иманжүсіп. Сонда Жұмабай Орманбаев кейін 60-50 жылдарда отырып алып Иманжүсіп туралы роман жазады. Ол роман, оның хикаясы керемет қызық. Сөйтіп роман жазады да, бірақ ол ақталмаған кезі ғой. Сосын егерде Зейтін аға Иманжүсіптің көзін көрген жоқ қой. Ол просто жай естеліктен алып отыр ғой. Ал Жұмабай Орманбаев көзін көрген адам, онымен сөйлескен адам, онымен қатысқан адам. Сөйтіп «Дала перзенттері» деген роман жазады. Жазады да, айтады ғой, столдың ішіне салып қояды. Енді мерзім келеді деп. Сол уақытта өзі қайтыс болады. Сөйтіп, бір күні маған Серік Тұрғынбеков звондайды. Раушан, сен білесің ба, мына Жұмабай Орманбаевтың баласы Алтайда әкесінің жазған романы бар екен Иманжүсіп туралы. «Дала перзенттері». Иә, не істейміз? Қарағанда тұрады. Жүр қайтайық, барайық. Соны сұрап алайық. Көрейік қандай роман екен. Енді ол Алтай математика ғылымдарының докторы, профессор. Ол әдебиетке ешқандай қатысы жоқ. Сөйтіп барып, шынымен-ақ тұр екен, бар екен кітабы. Кітабы болғанда қол жазба. Кәдімгі ротопритпен жазған, ескі сондай бір папкада ішінде тұр. Кәдімгі «Дала перзенттері». Сосын сұрап алдық, бізге бір айға беріңізші, біз компьютерден өткізейік. 600 бет
роман. Керемет, анау Иманжүсіптің Ақмоладан басталғаны, қалай болғаны, ана орыстармен қалай текетірес болғаны, қалай ана уезд, ана басқала бастықтарымен жүрген, соның бәрін айтып береді. Өйткені ол Иманжүсіптің өзі айтқан нәрсе, меніңше де. Оның еще тағы келбетін келтіреді, бәрін. Керемет, ішінде біраз нәрселер бар. Соны енді біз оны компьютерден өткіздік, енді апарайын десек, сөйтсек 6 ай қайтыс болып кетті. Содан кейін не істейміз? Секең айтты, енді сенің олжаң, сенде қала берсін, енді кімге керек ол? Сенен басқа деді, сол музейде, мұражайда сол жатыр. Айтпақшы, Иманжүсіптің мылтығын тауып алыпсыз, е? Осы жөнінде әңгімелеп берсеңіз. Ой, мылтық қызық. Бұлай 28-ші жылы Иманжүсіп ана Шиелден өтеді ғой. Сонда ана Шілік деген жер, ол ана Тұрған Байтатқан ордасы ғой. Бір жағынан Иманжүсіп сол Шілікке күйеу бала. Өйткені менің әжем Әсемгүл сол Шіліктің қызы. Сөйтіп өтіп баратқанда оған ана ақсақалдар айтады, Емеке, бізге көмектесші, мына қарақшылар бүкіл малдарымызды алып қойды. Енді біз не істеріміз білмейміз, апта сайын келеді, енді қалай бұдан құтыламыз деп. Сосын Емекең айтады, мына менің мылтығымды алыңдар да, қарақшылар келгенде бір атыңдар. Сосын көресіңдер не болатынын. Сонда қарақшылар көрінгенде бір атса, қарақшылар Емекең бар екен ғой, бұл ауылда Емекең бар екен ғой деп бәрі қашады екен. Содан баспайды екен ол ауылға. Сөйтіп Емекең кетіп баратқанда айтады екен, қайтар жолда мен алып кетем мылтығымды деп. Сөйтіп ана кісі күтеді ғой. Енді жыл өтеді, 2 жыл өтеді, жоқ. Содан кейін хабар келеді, Иманжүсіп жоқ деп. Сосын алады да жердің астына кәдімгі қапқа салып, майлап, соның бәрін салып, соны күтеді. Өйткені ойлайды, егер де Иманжүсіп өзі келмесе де, мүмкін ұрпақтары келетін шығар. Ол өте құтты адам ғой. Бұл жай мылтық емес қой, Иманжүсіптің мылтығы ғой деп. Сөйтіп енді бір жылдар өтеді, кәдімгі совет заманы, одан кейін ол кісі қартайғанда ауырады, сосын баласын шақырады, Қалдарбек деп, қазір ол тірі, 65-те. Айтады, балам, саған аманат, мына Иманжүсіптің мылтығы, ешкімге айтпа, бірақ жасыр. Әйтеуір күннің бір күнде бір Иманжүсіптің бір немересі, бір ұрпағы келер, соған бересің, сөзде тұру керек деп сөйтіп айтады. Сосын ол Қалдарбек алады да, ол мылтықты біресе үйдің төбесіне, біресе жердің астына, біресе өзінің кровать матрастың астына салып, не істерін білмей, сөйтіп мазасызданады, сақтайды. Содан кейін бір күні келсе, мылтық жоқ. Сөйтсе келін ұрсып жүр дейді ана жақта далада. Өңкей темір терсек жинап, әптен мына миды қатырды. Ойбай, қайда мылтық? Лақтырып жіберді мусорға. Жүгіріп барып, кәдімгі ойбай деп, обалдағай деп алып келіп, қайтадан оны майлап бәрін жазып, енді кімге берсем екен, не берсем екен. Сол уақытта хабар келеді. Иманжүсіптің 150 жылдығына сол Шілікте үлкен ескерткіш ашылады. Үшеуіне бірдей. Бұл дейін Қазақстанда болмаған нәрсе. Атасына, әкесіне, немересіне. Тұрған Байтатқа, Құтпан, Иманжүсіпке, үшеуіне бірдей. Сөйтіп, онда біреулер келетін шығар сол жақтан деп. Сосын мен тұрмын, енді ескерткіш ашылды, одан кейін енді ас берілді. Бір кісі келіп тұр, менің атым айналайын. Қалдарбек, әкем осылай аманат тастап кетіп еді маған. Менің үйімде Иманжүсіптің мылтығы бар. Алып кете аласың ба? Айтпесе әптен мазасыздандым. Мен де мүмкін өліп кетермін. Кім біледі, ана мылтықты не істейміз деп. Сөйтіп, соны алып келді Астанаға. Сонда ешқандай ой жоқ. Ой, мені ұстап алады, мына мылтықпен не істеп жүр екен дегенде. Келдім де апар. Енді қазір сол мылтыққа бәрі ынтызар. Ана ұлттық музей, мұражай қайта звондап, хат жазып, 10 миллионға сатыңыз, бізге керек. Өйткені олар бір рет мылтықты апарып выставкаға, көрмеге қойған ғой. Сөйтсе, бүкіл адамдар сол мылтықтың қасында тұрған екен ғой, күнімен. Кім келсе, Иманжүсіптің мылтығы деп жүгіріп келеді, сол жақта тұрып, енді беріңізші бізге. Қалай мен берем? Бұл Иманжүсіптің мылтығы ғой.
мен мына мұражай жасайын деп жатыр. Ой, мұражай сізде бір ауылда ғой, ана жақта үлкен республикалық ұлттық мұражай. Жоқ. Иманжүсіптің мылтығы өзінің ауылында қалу керек деп сөйтіп соны сақтап отыр. Мылтығы бар, жабуы бар, одан кейін саймандары бар, неше түрлі. Біраз Иманжүсіптің өзінің қолы бар. Ол қолын мен Таразда КНБ-ның комитеттің архивінде таптым. Сонда бір керемет нәрседе қол қойған қағаз өзіне. Қол қойған өзіне Иманжүсіп Құтпанов деген. Сонда бір қызығы жай әшін сия көк қой. Оның қол қойған сиясы жасыл. Жасыл. Неге? Енді оны ойлап қарасаң, шынымен түрмеде отыр. Өзінің жеке сиясы бар. Өзінің жеке қаламсабы бар. Ол қалай? Қандай болған? Сонда Иманжүсіптің дәрежесі сондай болған, оған қалдырған ғой. Сиясы алу. Значит, ол өте білімді адам болған ғой. Мысалы, әкесі, менің әкем айтатын, ана милиция келіп, бір арбаға тоа кәдімгідей Иманжүсіптің қағаздары бар ма, кітаптары бар ма, журналдары бар ма, бәрін үйіп төгіп салып, екінші арбаға үйдің заттарын, өзінің заттарын соның бәрін салып алып кетті деп. Ертеңіне ұсталғаннан кейін. Көрдіңіз ба? Сондықтан мен ойлаймын, мен өзім бала кезімнен жасыл, вообще андай сурет салуды онша жек көретін ем. Бірақ мына жасыл қарындашпен ылғи ойнап жүретін. Кішкентай кезімде 2-3 жасымда. Сонда бәрі күлетін. Бұның аспаны да көк, бұның жері де көк, бұның үйлері де көк, бәрі де көк деп сөйтіп жасыл сиямен сөйтіп жазған. Сонда ең бірінші алғаш рет мен оны Таразда көрген жоқпын. Оны мен Алматыда көрдім. Бірінші архивке барып, сол Алматыда, бірақ анау кісі айтты, сізге өте ауыр болады, дайындалыңыз, сіз шыдай алмауға да болады, мынандай нәрселер, өйткені көп адамдар тура сол жерде көріп, кәдімгідей өліп кетеді, сондай нәрселерді, өйткені атуға, андай сөзін көргенде, үштіктің үкімін көргенде, сондай бір жүректері, жоқ, мен көрем ғой дегенде. Сонда ең бірінші сол Иманжүсіптің жасыл сиямен Иманжүсіп Құтпанов деген жазылған анкетасын көрдім. Көргенде кәдімгідей білмеймін, бір қатты жылап, айқайлап, кәдімгідей өксіп, сыңсып, сөйтіп сондай бір күйде қалдым да. Сонда Василий Иванович айтады, айттым ғой мен сізге, ол өте қиын жағдай, өте қиын. Сонда мен сол заматта мен Иманжүсіп тура нақты менің өзімнің атам деген сондай бір түсінік кірді да. Сезіндім сондай. Именно сол өйткені жасыл қарындаш арқылы, жасыл түс арқылы. Рахмет апа, енді қыз болсаңыз да ер азаматқа бергісіз дүниелерді тындырып, осындай ұлт үшін, өзіңіздің атаңыз үшін ғана емес, ұлт үшін үлкен қызмет атқарып жатсыз. Алла сізге денсаулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін, әлі талай атқаратын істеріңіз көп болсын дегім келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.